Сәлеметсіңдер ме балалар? Қазақ тілі мен әдебиеті сабағына қош келдіңдер. Бүгін біз фастфудтың зияны деген тақырыбымызды жалғастырамыз. Екінші сабақ. Сабағымыздың мақсаты күнделікті тұрмыстық тақырыптарға байланысты жаңа сөздер мен тірек сөздердің мағынасын түсіну. Балалар, қалай ойлайсыңдар? Фастфуд тағамдарына қандай тағамдар жатады? Қане ойланайық. Және де фастфуд тағамдары адам ағзасына пайдалы ма? Соған да ойланайық. Балалар, мына алдарыңызда көріп отырған тағамдардың барлығы фастфудтар. Ал енді адам ағзасына пайдасы бар ма деген сұраққа келетін болсақ, әрине бұның дәмділігі, тез дайындалатындығы, былай тұрғанда адамның денсаулығына өте зиян екен. Үнемі қолданатын, бұл фастфудтарды үнемі қолданатын адамдар, балалар, тері, асқазан ауруларына шалдығады екен, семіздікке ұшыратады. ақш-тың 60% халқы осындай аурулармен зардап шегеді. Иммунитет төмендейді. Сондықтан балалар, үйдің тамағын ішпей, көбіне осындай тез дайындалатын фастфудтарға жүгінетін болсақ, ол түрлі ауруларға алып келіп соқтырады екен. Сондықтан балалар, үй тағамдарын пайдаланып, дұрыс тамақтана білейік. Ребята, мы знаем, что фастфуды, они очень вредны для организма человека. Если часто употреблять эти фастфуды, то он приведет к разным болезням, кожным заболеваниям, желудок будет болеть и самое страшное, приведет к ожирению. 60% жителей США страдают от этих видов болезней. Жазылым. 3 қатардағы сөздерді пайдаланып, сөйлем құра. Из 3 столбцов вы должны выбрать правильные нужные слова и составить предложение. Мысалы, дұрыс тамақтану қажет. Нужно правильно питаться. Осылай балалар, 5-ші тапсырманы орындаймыз. Айтылым. Балалар, фастфуд тағамдары тіркесіне кластер жасаймыз. Сол сөздерді қатыстырып, сөйлем құраймыз. Сөйлем құрамында мезгіл үстеуі мен мекен үстеулері болу керек. Дети, на словосочетание фастфудное блюдо делаете кластер. Затем, используя эти слова, составляете предложения. А именно в этих предложениях должны присутствовать наречие места и наречие времени. Это задание выполняется устно. Айтылым. Балалар, суреттегі екі баланың қайсысы гамбургерді жиі жейді? Қайсысы тек табиғи өнім жейді? Өз пікірлеріңді дәлелдеңдер. Дети, обратите внимание на картинки. Кто из мальчиков часто употребляет гамбургер? А кто питается только природными продуктами? Докажите свои мнения. Балалар, бүгін мен не білдім деген айдарында сендер осы сұрақтарға 3 жауап жазу керексіңдер. Бүгінгі сабақтан сендер не білдіңдер? Осымен сабағымыз аяқталды балалар. Келесі сабақта кездескенше сау саламат болыңдар.